меня внимательно. Формула боя 5 раундов по 5 минут. По команде стоп, не работаем. Пожали руки. Удачи. Асыға күткен мейн ивент, Фаниль Рафиков, Серікбай Ходжабай. Жеңіл салмақтағы NFC чемпион анықтайтын болады. Нұрбек Мұңлықовтың рұқсатын ғана күту қалды. Боец готов? Боец готов. Барлығы дайын, біз бастаймыз. Алғашқы раунд. Бірден лоу-кик, әрине бұл сәл арақашықтықты өлшеп алу. Ыңғайлы арақашықтықты тауып алу. Бірден міне соққы алмасы үлгерді. Сол қолмен Ходжабаев. Ходжабай дәл тегісе соқсын, ол Фаниль сол жақтан қолын тегіз алды. Міне бірден ығыстырып отыр қазір қарсыласын. Бойы сәл ұзынырақ Серікбайдың, сондықтан әрине арақашықтықты ұстауға тырысатын болады барынша. Жақындатпай алыстан жұмыс жасауға тырысатын болады. Дәл осындай мәнерде күтемін қалай дегенмен бұл спортшыдан, ал оның барлығы қалай болатын біз алдағы уақытта білетін боламыз. Міне әзірше андердог болып есептелетін Серікбайдың қадам алысы жаман емес. Өте жақсы қазір Фанильдің орындауында дәл тиген соққы. Асығар емес. Фанильдің бұрышында қазір тейкдаун жаса деген кеңесті де естіп қалдық. Бұндай шабуылдан кейін тейкдаун керек деген кеңес болды, ал Фаниль әзірше асығар емес. Жақсы. Лоу-кик. Алғашқы клинч, бірақ бірден шығып кетті жігіттер. Күресуге ниет танытып отырған жоқ. Чемпиондық жекпе-жек, бұны ұмытпауымыз керек. 5 раундқа жоспарланған, сондықтан күресі үлгереді әлі. Алғашқы раундтан күресе бастап бәлкім шаршап қалуы да әбден мүмкін. Өте жақсы. Рафиковтың қарымта шабуылы, бірақ Ходжабаев та бұл жерде қапы қалған жоқ. Соңғы соққа Фанильден болды, бірақ бұған дейін Серікбайда дарт алды соққысын. Серікбайдың қол ұзындығы біраз қиыншылықтар тудырып отырғанын көріп тұрмыз ғой. Павлодарлық спортшыға арақашықтықты үзумен, шабуыл жасаған кезде арақашықтықты үзумен біраз қиыншылықтар бар екен көрдік. Ходжабаевтың тактикасын енді түсіне бастаған сияқтымыз. Жылдамырақ Рафиков қалай дегенмен осындай соққы алмасу кездерінде бірден білініп қалады. Өте жақсы. Middle kick, бірақ көздеген жеріне жеткен жоқ. Ауаға кеткен соққы. Өте жақсы, қазір сол жақтан тағы бір соққы. Ал октагонға арқасымен көп тіреле бастаған сияқты. Маңғыстаулық спортшы бар орында тұрып қала беретін болса, ауыр соққылар өткізіп алуы мүмкін. Серікбай, міне оны өзі де түсініп отыр, қазір бірден октагонның сыртына. Ортасына ортасына шығып үлгерді. 1 минуттай уақыт бар әлі раундтың аяқталуына. Әзірше қос спортшы да сақ деуге болатын шығар, өте сақ, сондай бір мәнерлі өнер көрсетіп жүр. Бәлкім Серікбай 4-5 раундтарға
бір үміт артып отырған болу керек. Тіземен қарсы алмақшы болды, бірақ көп қалды оның барлығын Рафиков. Жақсы, сол жақтан дәл тиген соққы қазір Серікбайдың орындауында. Ақырында бейімделе бастады Маңғыстаулық спортшы. Осылай екінші нөмір болды. Жұдырықтасуда. Бірден міне. Сол қолдан қарымта шабуыл. Рафиковтың орындауында. Соңғы секундтар. Осылайша алғашқы раунд аяқталды. Бұндай қарқынды ескеретін болсақ, менің ойымша қызықтың бәрі 4-5 раундта басталу керек. Арман, қалай ойлайсың? Да, конечно же, поединки, которые нацелены, намечены на 5 раундов по 5 минут, это совсем другая уже стихия. Здесь именно решает поздние раунды, и поэтому, скорее всего, парни сейчас не выкладываются по полной, как это было в предыдущих поединках других спортсменов. Но очень здорово, конечно, заработает Фаниль на контратаке. Отличные входы в ближнюю дистанцию сейчас демонстрирует Фаниль Рафиков. На скорость именно в этих разминах берет вверх. Да, было много трэштока в исполнении Фаниля Рафикова. Пока никак не отвечал до турнира Серикбай Ходжабай. Но как раз таки Серикбай — это категория тех бойцов, которые говорят все в клетке, все делами. Фаниль Рафиков в целом парень прекрасно понимает, что трэшток — это часть игры, часть профессионального спорта, но при этом трэшток должен быть, как он говорит, не оскорбляющим. Он должен быть легким, непринужденным, без негатива. Итак, второй раунд этого поединка. Из 5 намеченных. Напомню, что на кону стоит пояс чемпиона NFC в легкой весовой категории. И Серикбай Ходжабаев и Фаниль Рафиков более чем достойные спортсмены, чтобы сражаться за этот пояс. Пытается сейчас прессинговать Серикбай, но очень жестко встречает комбинации Фаниль Рафиков. Теперь уже сам Фаниль прижимает своего соперника. Снова пытался сейчас выйти на свою ударную левую руку. Напомню, что в активе Фаниля Рафикова 18 побед и 4 поражения. Причем 4 победы одержаны нокаутом, 8 побед болевым приемом и 6 побед решением. Пытался сейчас провести удушающий прием Серикбай Ходжабаев. Нет, выходит из захвата Фаниль. И работает сейчас сверху, наносит удары. Фаниль начинал свой спортивный путь с бокса. Очень много выступал по любителям, по боксу. На самом деле мечтал стать профессиональным боксером. Но после нескольких спаррингов решил, что это плохая затея. И перешел в ММА. Свой последний поединок он провел в рамках турнира NFC против Ханата Курмагомедова на NFC 24, который закончил досрочно в первом раунде удушающим приемом. С несколько локтей сейчас наносит Фаниль. Проходит уже 2 минуты с начала второго раунда. Еще один локоть исполнения Рафикова. Жуман Жумабеков вместе с Аяном Маратовичем Жангаловым секундирует Фаниля. 2 минуты прошла. Спокойно, Фаниль, молодец. Не спешит Фаниль, прекрасно понимает, что бой может закончиться, может и не закончиться досрочно, может пройти все отведенные раунды. И поэтому в поздних чемпионских раундах может сыграть такие, как раз таки уровень подготовки и выносливости.
Но перед этим боем Фаниль провел трехмесячные сборы, тренировался в команде Dart Team. Весогонка для него прошла весьма легко и успешно, как он сам говорит. В отличной форме он хорошо набрал. Серикбай Ходжабай на самом деле все свои поединки провел в рамках турниров Найза Fighting Championship. Уже пытался он стать чемпионом этой организации. С первого турнира проводит он выступление в рамках NFC. И сейчас ведет активную серию из 5 побед подряд. Бойцы встают в стойку. 90 секунд до окончания второго раунда. Снова нависает на своем сопернике Фаниль Рафиков. Прекрасно понимает, что на скорости и на контратаке в этом аспекте он более точен. Пытался пробить лоу-кик сейчас по внутренней части бедра Фаниль. Пока вот не совсем понятна, конечно же, тактика Ходжабаева. Мидл-кик в исполнении Серикбая. Занимает центр клетки. Лоу-кик в исполнении Рафикова. Еще один лоу-кик. Напомню, что свой дебют Фаниль провел в 2014 году на одном из локальных турниров. Затем выступал долгое время в рамках турниров WFCA, затем подписал контракт с ACA. И вот уже выступает в организации NFC. Представляет две команды: Dart Team и клуб единоборств номер 1. Попытка проведения тейкдауна. Есть тогда тейкдаун в исполнении Рафикова. С точки зрения тактики это все правильно. Под конец раунда провести тейкдаун, чтобы заработать баллы. С минимальным риском. Как раз таки остается меньше 10 секунд. Несколько жестких ударов в исполнении Фаниля. Отвечает ударами снизу сейчас Серикбай. И раунд заканчивается. В хорошем настрое сейчас Фаниль. По всей видимости, даже не устал. Серикбай Ходжабай, по всей видимости, тоже. Да, действительно, хорошо готовы оба спортсмена. Екінші раундта толықтай басымдылық Dart Team Pro өкілінің қолында болғанын мойындауымыз керек. Екінші раундта әрине төрешілер жеңімпазды Фаниль есептейтін болуы керек. Тактикалық тұрғыдан өте керемет жекпе-жек өткізді. Міне дәл осы сәтте Ходжабаев қолға ұрту әдісін жасамақшы болған еді, бірақ Фаниль оның барлығын көріп тұрды. Дәл осындай қарқында чемпиондық раундтарға дейін оны көрсете алады ма? Чемпиондық раундтарда осындай қарқынды ұстай алады ма Рафиков? Егер де уақытынан бұрын аяқталып қалмаса жекпе-жек. Ходжабайдың тактикасы менің ойымша солай болу керек. Өзінің гейм планы былай айтатын болсақ, жекпе-жекке жоспары шаршатып барып, есесін 4-5 раундта қайтару. Міне осындай қарапайым, әрдайым өз жемісін беретін тактика. Жоғары деңгейде бұндай тактика жиі көреміз. Міне Ходжабаев бірден өзінің екінші нөмірлі болып жұдырықтасатын бірден көрсетіп отыр. Міне енді өзде шабуылын ұйымдастырып отыр. Бірден күреске кірді. Міне енді 3-ші раундтан бастап қазір Ходжабай өзінің бір мәнерін өзгертетін шығар. Екі раундта толықтай қарсыласына беріп қойғаннан кейін 3-ші раундтан бастап жағдайды өзгертпесе, әрине жеңіске жету қиын болады. Қазір денесін қысып ұстап алды, енді құлатуға тырысатын болады әрине. Қазір
Фаниль қорғануға мәжбүр. Өте жақсы. Шығып кетті. Клинчтен және шығып бара жатқанда бір апперкотты салып жібергенде көріп қалдық. Жаман емес, енді ары қарай Ходжабай не істейді екен? Міне енді жоғарыда айтқан болатын, Арман есінде болса, 4-5 раундта қызықтың бәрі болады деп, міне ақырындап соған келе жатырмыз. Жекпе-жек аяқталуға уақыт азайған сайын әрине жігіттер күштерін аямай барын салатын болады. Өте жақсы. Бұл жерде Рафиков қазір кеудеден асырып лақтырмақшы болды. Кезекті клинчіне октагонға тіреліп тұр. Клинчте күресуге мәжбүр жігіттер. Тағы бір мәрте кеудеден асырып лақтырмақшы. Екі аяқтың ортасынан қағып, аяқпен іліп ал, тейкдаун жаса деген кеңес беріп отыр қазір Жуман Жұмабеков өзінің командаласына. Рафиков өте жақсы алданып қалды бұл жерде. Ходжабаев ішкі жақтан шалып отадына деп ойлаған болатын, ал Рафиков болса керісінше аяқтан шалып лақтырды. Өте керемет тейкдаун. Қазір соққы жаудыратын болады. Ходжабай партерге көп көңіл бөліп отыр, байқасаңыздар. Дәл осындай бір позицияларға түскенде бірден әдіс тәсіл қолданып кетпекші. Жақсы. Қазір аудару әдісін жасамақшы ма, әзірше не ойлаған түсініксіз. Ходжабаевтың жақсы. Міне енді мүмкіншілік бар. Қазір ауырту әдісіне шығуға жоқ. Бірден қауіп сезгеннен кейін аяққа тұрып кетті. Әзірше Дартим Про өкілі тактикалық тұрғыдан өте керемет жекпе-жек өткізіп отыр. Раундтың аяқталуына 1,5 минуттай уақыт бар әлі. Екінші раундта толықтай Фаниль Рафиков өз еншісіне жасып кеткен болатын. Еш күмәнім жоқ. Үшінші раундтан бастап жемленей деген лақап аты бар. Серікбай жекпе-жек тізгінін өз қолына алмақшы. Тейкдаун тағы да аяқтан ұстап құлаталады ма бұл жерде Рафиков, және раунд аяқталуға сәл ғана уақыт қалғанын білеміз. Слэм өте жақсы. Бұндайға дайын болмаған сияқты. Серікбай кезекті гард, қазір дәл осы позицияда тағы да әдіс жасап көруге ұмтылатын болады әрине. Ал Рафиков дәл осындай позицияда раунд аяқтаса да жеткілікті. Бұл раундты өз еншісіне жазып кету үшін не істеу керек, соның барлығын бұл спортшы істейді мен ойымша. Әзірше жекпе-жек тізгіні павлодарлық спортшының қолында. Тағы да бірнеше мәрте шынтақпенде соққы жасап үлгерді. Бірақ дәл осы үшінші раунд әлдеқайда бәсекелестік жағынан жоғары болды деуге болатын шығар. Бұған дейінгі 2 раундпен салыстырғанда бұл раундта кәдімгідей өз азуын көрсете бастады қазір Серікбай. Ал біз чемпиондық раундтарға да жақындап қалдық. Дәл осы 4-5 раундта жігіттердің функционал дайындығына баға беретін боламыз сіздермен бірге. Итак, закончился 3-й раунд этого поединка. Фаниль Рафиков против Серикбая Ходжабаева. Прекрасный просто амплитудный бросок, слэм, как называл его Исатай.
как сказал бы Лимонад. За красоту 5, за технику 10 или как там было. Ну, бросок был шикарный. Я думаю, он попадет в хайлайты. Серикбай Ходжабай. Сейчас нужно, конечно же, ему собраться. Честно, мы не знаем план на поединок Серикбая. Но нужно сейчас именно включаться в чемпионских раундах. В 4-м и в 5-м. Готов? Готов? Бой! Итак, 4-й раунд. Фаниль Рафиков и Серикбай Ходжабаев. Напомню, на кону стоит пояс чемпиона NFC в легкой весовой категории. Самый большой, скорее всего, поединок и для Фаниля в карьере, и для Ходжабаева. В центре клетки оба спортсмена. Пытался войти сейчас в ближнюю дистанцию Серикбай, и на выходе как раз-таки очень здорово нанес апперкот правой рукой. Прижимает к сетке октагоном Фаниль своего соперника. Тут как раз-таки и скажется подготовка вот этих вот в 4-м и в 5-м раунде. Кто как именно готов к этому поединку. Лоу-кик в исполнении Фаниля. Ни разу не проигрывал нокаутом, между прочим, Серикбай Ходжабаев в своей карьере. 3 поражения, все 3 потерпел он именно решением судей. Снова пытается выдернуть на свою ударную дистанцию Фаниль Рафиков. Не наносит удары почему-то Ходжабаев, хотя в целом и размах рук это все позволяет удерживать своего соперника на дистанции. Но на контратаке слишком хорош, конечно же, Рафиков. Отлично сейчас на входе в ближнюю дистанцию снова встретил передней рукой. На скорости, конечно же, по скорости намного выше Ногай по сравнению с Жаунгером. Снова сейчас гонит к сетке октагона своего соперника Хайки в исполнении Рафикова. Прошло уже 2 минуты с начала 4-го раунда. Никто из бойцов не торопится, не форсирует события. Все прекрасно понимают, что это необычный рейтинговый поединок. Рисковать не имеет никакого абсолютно смысла. Передней рукой сейчас здорово работает. Правым хуком достает до головы своего соперника. И сейчас пытался зайти. Здорово еще раз. Также передней рукой очень здорово встречает. Хорошо работает именно на сближении сейчас Фаниль. Да, пока что не клеится бой у Ходжабаева. После мидл-кика прихватывает ногу. И есть перевод в партер. Позиция полугарда сейчас. Но Фаниль не стал сейчас очень долго находиться в партере. Да, зачем, конечно же. Есть превосходство, конечно же, в стойке у Фаниля. Поэтому не стоит, наверное, рисковать. Но и в партере он также в прошедшие раунды смог потрепать Серикбая. Идет вперед Серикбай, но пока что безуспешно. Снова лоу-кик в исполнении бойца красного угла. Еще один бросок. Очень здорово сейчас после правого прямого смог увернуться и точно прошел в ноги. И опять слэм. Амплитудный бросок. Сколько баллов это оценивается обычно? Позиция полугарда. 90 секунд до окончания 4-го раунда. Слушайте, ну план на бой у Фаниля выстроен весьма неплохо. Конечно же, подкрепление в лице Баяна Маратовича Жангалова в команду Дартим, конечно же, дает свои плоды. Без суеты, без какой-то очень планомерно работает Фаниль. Снова локоть наносит Рафиков. Остается чуть меньше 1 минуты до окончания 4-го раунда. И 5-й раунд
Серикбаю нужно что-то предпринимать, потому как мне кажется, Исатай, что он летит просто. Возможно, по раундам, как ты читаешь? Иә, толықтай 4 раундты да. Фаниль Рафиков әзірше жекпе-жек тізгінін өз қолында ұстап келе жатыр. Алла, Жеменей, кешіріңіздер. Ходжабаевтың тактикасы әзірше жүзеге асқан жоқ. Менің түсінуімше чемпиондық раундтарды күткен болатын бұл спортшы, бірақ чемпиондық раундтың міне алғашқысында Фаниль Рафиковтың қадамалысы жаман емес. Керемет тейкдаун, слэм деуге де болады бұны, иә, көтеріп жерге соғу, бұл слэм болып есептеледі. Бірнеше осындай бір керемет шабуылдар ұйымдастырылды және қолдары өте жылдам, байқасаң, қарсыласымен салыстырғанда. Міне жаңаға слэм жасалған сәт. Раунд бойынша 4-0 деуге де болатын шығар. 5-ші раундта барлығы болуы мүмкін. Міне қазір Серікбайдың бұрышында көріп отырмыз. Соңғы раундтың алдында өздерінің нұсқамаларын беріп отыр жаттықтырушылары. Қазір Серікбай барын салатын болады. Артқа шегінер жол жоқ. Серікбай қалай дегенмен өзі де түсініп отырған шығар, әрине. Сондықтан 5-ші раундта қазір тәуекелге бел буып, тек қана нокаут немесе қылқындыру ауырту әдісіне шығудың жолдарын іздейтін болады. Бұл жігітті енді тек қана жеңіске шығаратын дәл осы уақытынан бұрын жеңіс. Бұны өзі де түсініп отыр, әрине. Өте жинақы Рафиков, қолдар жоғары. Аяқта өте жеңіл қимылдап отыр. 4 раунд өткізгенде қарамастан және қарымта шабуыл. Рафиковтың 7 жыл бойы бокспен айналысқан білеміз. Спорт шебері бокстан. Сондықтан өзінің бокс мәнерін аралас жекпе-жекке міне өте керемет бейімдеп алғанын көріп отырмыз. Бұған дейінгі жекпе-жектерінде де әрине Рафиков өзінің қолмен соққыларын танымал болған еді. Бұл жерде дәл тиген жоқ, көздеген соққа. Ходжабаев қазір тейкдаун жасамақшы болды, бірақ әзірше Рафиков сауатты қорғанып шықты. Тейкдаун тағы жасай алады ма? Мойынды қысып ұстады. Ходжабаев әлі де мүмкіншілік бар қылқындыру әдісін аяқтауға, бірақ аяқпен көмектесу керек. Әзірше сондай бір қауіп жоқ, бірақ бұл жерден шығуға болады қылқындыру әдісіне. Бұл енді өзінің грэплингтегі техникалық мүмкіншіліктеріне байланысты. Ходжабаевтың Рафиков түсініп отыр, әрине оны. Байқасаңыздар, ішке қарай Ходжабаевтың аяқтарын жібермеуге тырысып отыр. Енді бір позициялық күрестеуге де болады шығар. Бұл жерде қазір тіпті Рафиковтың өзі де қылқындыру әдісіне шығып кетуі мүмкін. Өте жақсы қылқындыру әдісінен бас тартқан екен Ходжабаев. 3 минуттай уақыт бар әлі. Алла. Дәл осындай партердегі күрес әрине Ходжабаевқа керек. Қалай дегенмен партерде бұл жігіттің мүмкіншілігі бар. Ал аяқта тұрып айқасқанда біз көрдік. Жалпы кәсіпқой деңгейдегі 9 жекпе-жектің 5-еуін қылқындыру ауырту әдістерімен аяқтаған екен бұл спортшы. Сондықтан өзінің қазір барлық арсеналын қолданатын болады. Мүмкіндігінше әрине 2,5 минуттай уақыт бар әлі. Рафиков өте сенімді өзінде.
В левую сторону разверни. Хорошо, к левой ноге, к левой Ешқайда ноге, к асықпай левой міне. ноге иди. Кішкене уақыт созып жатып алуға да болады, иә. Тактикалық тұрғыдан өте керемет жекпе-жек өткізіп отыр. Ходжабаев аяққа тұруды жөн санаған екен. Грэпплингтен бас тартты, ал Рафиков қарсы емес. Тіземен дәл соққы жаңа клинчтен шыға бере, енді Рафиковтың өзі. Мойынды беріп қойды, бұл жерде мүмкіншілік бар, қылқындыру әдісін жасауға. Керемет, қазір аяқпен өзіне көмектесіп жүрсе, Серікбай Ходжабаев қылқындыру әдісін соңына дейін жеткізе алады. Әзірше барлығын қадағалап отыр Рафиков, бірақ өте қауіпті сәт. Жоқ, күші сарқылған болу керек Ходжабаевтың. Тым оңай көрінді Рафиковке, былай басын шығарып алу. Сырт көзге әрине. Ал қанша күш салғанын біз әрине білмейміз. Я, бұл жекпе-жектің ең қауіпті сәттерінің бірі, Арман. Да, самый опасный момент всего поединка на самом деле. Серикбай Ходжабаев даже вот сейчас в 5-м раунде показывает, что он опасен в любую секунду. Фанилю, мне кажется, нужно вставать в стойку до окончания 1 минуты. Все-таки провести оставшиеся секунды этого поединка в стойке. Потому как есть все-таки превосходство именно в этом аспекте у Фанилия и меньшего рисков. Самое главное, меньше рисков в партере. Вот уже второй раз в начале этого раунда и вот под окончание чуть не было не попал под удушающий прием. Сор 40 секундтай уақыт қалды раундтың аяқталуына. Мой поезд! Белбеу менікі дейді. 30 секунд па, әлі асықпа, Фаниль соңына дейін істі жеткізу керек. Өте жақсы. Керемет граунд энд паунд. Және соңға 10 секунд дәл осы гард позициясында аяқталатын да шығар. Соңғы секундтарда қарқынды біраз үдете түсті Рафиков. И бой заканчивается. Можно поздравить Фанилия Рафикова. Новый чемпион NFC в легком весе. Фаниль Рафиков устроил шоу. Можно сказать, что Фаниль переехал своего соперника? Келіспеймін. Все-таки ты не считаешь. Все-таки были опасные моменты у Серикбая Ходжабаева. Чуть-чуть не хватило в каких-то моментах. Күресе алам дейді. Мен күресе алатынды көрсеттім дейді. Никто не сомневался, мне кажется, что Фаниль умеет бороться. И в этом бою он доказал. Боксшылардың күресе алатынын барлығы біледі. Қалжың оның барлығы әрине бұл толыққанды қалыптасып қойған аралас жекпе-жек шебері. Талай мықтыларға қарсы өнер көрсеткен. Кәсіпқой деңгейдегі өзінің ең үлкен жетістігі, жеңісі деуге болатын шығар Фаниль. Бізге енді ресми ғана жағы қалды. Қазір ресми түрде бізге жеңімпаз атайтын болады. Не задался поединок у Серикбая Ходжабаева. Скорее всего, ты был прав, считая, что все-таки рассчитывал на чемпионские раунды, что именно там он начнет прессинговать своего соперника, работать у сетки, брать именно своими габаритами, возможно, затягивать своего соперника в партер и там пытаться бой закончить досрочно, либо каким-то образом еще провести поединок. Но Фаниль просто нейтрализовал все эти моменты и остается только лишь официальное решение оглашения результатов. Все внимание на экран. And now, ladies and gentlemen, after 5-round contest, we go to the judge scorecard for decision. All 3 judges, 50-45, win by unanimous decision and a new NFC champion, Fadil Nokai Rafika! Guard Team Pro өкілі NFC чемпион атанып отыр. Осыдан бір ай бұрын дәл осындай жетістікке қол жеткізген Асу Алмабаев. Міне енді Фаниль Рафиков келесі айда жұма бетінде NFC чемпион атануы мүмкін. Ал біз бүгін Фаниль Рафиковты шын жүректен құттықтаймыз.
Единогласным решением судей одерживает победу Фаниль Рафиков 50-45. То есть это все 5 раундов забрал Фаниль. Именно так оценили судьи этот поединок. Ну и давайте послушаем, что же скажет Фаниль в своем послематчевом интервью. Да, безусловно, это была долгая подготовка. Долго шел к этому поясу. Мы его все поздравляем.